Біздің назначениемен алатын тұтынушылар не себептен 100% жақсы нәтиже көріп жатады, соны сіздерге қазір іс жүзінде эксперимент ретінде сіздерге дәлелдеп көрсететін боламын. Ол үшін бізге 1 стакан су, күріш, біз берген витамин С, йод және қасық витамин ыдырататын нәрсе керек болады. Мынау бізде су, бұл біздің ағзамызда қан ретінде аламыз, оған біздің органдарымыз ретінде күріш мысал ретінде аламыз, яғни жүрек, өкпе, бауыр деген сияқты. Осының барлығын осылай суға құямыз. Бұл біздің орган ретінде есебінде аламыз. Бұған біз кір ретінде, загрязнитель ретінде қоршаған ортадан түсетін, тамақтан түсетін зиянды заттар ретінде осындай витамин С-ны осыған құятын, витамин С деппін ғой, бұл йодты осының ішіне құятын боламын. Осылайынан құйдық. Құйған кезде қазір бізде осылайынан араластырамыз. Араластырған кезде байқасаңыздар, су қап-қара болып кетті. Жаңа біздің әппақ күріштеріміз осылайынан қап-қара болып кетті. Бұл біздің организміміз осылай іштен тұншығып жатыр дегенді білдіреді. Және де біз берген елдерге жазатын витамин С-ны қазір эксперимент ретінде сіздерге көрсететін боламын. Осылай бір витамин С-ның жартысын ғана алып, осының ішіне осылайынан қазір салатын боламын. Назатпен қазір мен ыдыратып аламын. Осылайынан ыдыратып. Осылайынан ыдыратып алған кезде, осыны қазір мен осының ішіне құямын. Витамин С-ны осының ішіне құйып, кірішкісін жауып, осылайынан араласатын боламын. Жаңа қап-қара суларыңыз осылайынан ағарды, және де күрішті қарайтын болсақ, жаңағы сіз қолданған күріштер осылайынан ағарды. Бұдан шығатын қорытынды, біз берген витаминдер адам ағзасына осылай түскен кезде жаман заттарды шығарып, емдеп бүкіл органдарыңызды қалыпқа келтіретін болады. Осылайынан біздің әрбір дәруменіміз осылайынан сіздің ағзаңызға әсер ететін болады.